Құсния әжей мәрті көрсетші, мен аяғым жоқ, бара алмаймын, ең болмаса түрін көрейін дейді. Әжейдің немересі Әли, мен мына баланы танимын, аты Мәрт, мен оның үйінде барып доп ойнағамын дейді. Сөйтіп Медбикенің үйіне барған кезде есікті ешкім ашпайды. Көрші тәтей, ол кетіп қалған, жұмыстан да шығып кетіпті, қайда кеткенін білмейміз дейді. Қадырдың Дженктен өш алам деген жоспары іске асады. Дженктің көлігін жөндеу орталығына әкеп ішін ақтарып жатқанда Еженнің жазған хатын тауып алады. Сөйтіп әлгі хатты оқиды. Сумрудың бұрынғы күйеуі Бурхан олының жұмыс орнына келеді. Барлық жерді ақтарып кеткісі келмейді. Сөйтіп кассадағы ақшалардың бәрін алып алады. Хуля Сумруға әлгі адамнан құтыл, не дегенмен түрмеден шыққан, одан бәрін күтуге болады дейді. Азраның әкесімен бірге жұмыс істеген Четен деген жігіт Азра мен Дженкпен кездеседі. Әкеңіздің өлімі бір жұмбақ жағдай болды. Сол күні Месут екеуі ұрсып қалған еді дейді. Әкеңізді әдейі өлтірген сияқты, мен полицияға барып шағымданамын дейді. Азра үйде жоқта, Серап ханым оның бөлмесіне келіп ақтарып бір нәрсені іздейді, бірақ таппайды. Ресторанға Азраны көру үшін Тарық келеді. Азра оған Мәртті іздестіруге көмектескені үшін алғысым шексіз дейді. Тарық, Азра, мен саған көптен айтуға батылым жетпей жүрген еді. Мен сені жақсы көремін. Сен және Мәрт үшін барлығын істеуге дайынмын. Үшеуміз басқа жаққа кетіп қалайықшы дейді. Азра таңғалып қалады. Тарық, кешірші, мен бірақ Дженкті жақсы көремін дейді. Тарық жынданып кетіп, әкесіне болған жайтты айтады. Азраға сезімді білдірген едім, ол менің бетімді қайтарып жіберді дейді. Тарық қайтып бара жатып Дженкке тиісіп кетеді. Сен мені әдейі Азрадан ұзақ ұстадың дейді. Оны жақсы көретінімді білген едің деп. Құсния әжейдің халі нашарлап, дәрігер шақырады. Дәрігер тексеріп болған соң, Құсния әжейге ештеңе болған жоқ, жай ауа жетпей жатыр екен. Ондай жағдай болып тұрады дейді. Басқа бөлмеге Фарида ханымды алып кетіп, бәріне дайындала беріңіз. Құсния әжейдің кез келген уақытта қайтыс болуы мүмкін дейді. Фарида ханым Құсния әжейге еш нәрсе білдіртпейді. Екеуі әңгімелес болған соң, мен кетейін, кешке келіп осында қонамын дейді. Өзі сыртқа шығып бір жылап алады. Фарида ханым Азмиден күдіктенеді. Фарида ханым, мен жоқта жасалынған барлық жұмыстар, кірістер, шығыстар, кімнен не сатып алдың, сол туралы маған ақпарат бер, және тез арада дайын болсын дейді. Фарида ханым Азраға келеді. Құсния әжейдің немересі Әли, Мәртті көрдім, онымен бірге доп ойнадым деп айтты, мен бір күдіктеніп тұрмын дейді. Сол кезде Азра Медбикенің келіп, Мәртке ұқсайтын бір баланы көрдім деген сөздері есіне түсіп, кейін ол қайтадан сөзінен айнып қалғанын айтады. Фатима неше күннен бері Сумрудың үйін айналшықтап жүреді. Өзінен ұрлап кеткен орамалын апарып тастайды. Сөйтіп есігін шалып тығылып қалады. Сумру есікті ашса, орамал жатыр екен. Сөйтіп Фатиманың осы маңда жүргенін біледі. Фатиманы Бурхан ұстап алады. Сен әйел мұнда не істеп жүрсің? 2 күннен бері осы үйден айналсықтап шықпайсың дейді. Фатима, Сумру менің баламды алып алды, маған қайтарғанын қалаймын дейді. Солай Бурхан мен Фатима танысып алады. Бурхан Фатимаға, онда екеуміз бірігіп іс жасайық дейді. Азра Месут пен Хуляның үйіне келіп, әкем қайтыс болған күні екеулеріңіз ұрсып қалыпсыздар деп Месутқа тиіседі. Мен полицияға барып шағымданамын. Бәрінің ақ-қарасын полиция анықтайды дейді. Сөйтіп Хуля Сумрудың сақтандырудан түскен ақшаны және Месут оған әкеңнің қарызын қайтып берді, соларды не істегенін сұра дейді. Бурхан Сумрудың қарсылығына қарамастан үйіне келіп тамақтанып отырады. Сол кезде Азра келіп Бурхан тығылып қалады. Азра келіп Сумруға, сонша ақшаны алып не істедің дейді. Сумру, сенің әкеңнің қарыздарын жапты деп. Азра, не деген бітпейтін қарыздар деп. Сумру, әкең маған тек қарыздарын тастап кетті дейді. Сөйтіп Азра, мен полицияға шағымданамын деп кетіп қалады. Бурхан, сенің басың бәледе екен деген кезде Сумру, өтінемін, мен сені жақсы көремін, маған көмектесші деп. Бурхан, өлген адам ешкімге көмектеспейді дейді. Мелиса Эфканды ұмыту үшін құрбыларымен қыдыруға барады. Ол жерге Қадыр да келеді. Қадырдың ойы Мелисамен танысып алу еді. Мелиса сыртта жылап тұрған кезде оның жанына Қадыр келіп, оны сөзге тартып, сөйтіп екеуі танысып алады. Қадыр ертесі Мелисаны кофеге шақырады. Мелиса 2 ағасы бар екенін, анасы әжесімен бірге тұратынын барлығын Қадырға айтып береді.
Хөсние әжейдің халі нашарлап, Фарида, менің уақытым таяған сияқты дейді. Фарида ханым, мен сені жібермеймін, сен менің ең жақын құрбымсың ғой, мен сенсіз не істеймін дейді. Сөйтіп Хөсния әжей, өлерімде қызымды бір көріп кетейін деп Фарида ханымға қызымды тауып берші дейді. Әжейді көруге Дженк пен Азра келеді. Әжей өзінің немересі Алиді Дженктен Азраға, сендерге аманат етіп тастаймын, осы балаға бас-көз болыңдар, ана Серапқа айтыңдар, балама айқайлап ұрса бермесін дейді. Сумру Әзмиге Фатима туралы айтады. Сонда Әзми, оған хабарлама жібер де, онымен сөйлесуге тырыс, осы мәселені шешейік дейді. Бурхан келіп, мына еркісі кім деп Сумру осы жерді ашуға көмектескен Челенгрупп компаниясының генеральный директоры, маған көп көмектесті, Мәртті табуға да сол көмек берді дейді. Фатима Мәртті көріп қалады. Оның жанына жақындай берген кезде Бурхан қолымен ишара жасайды, бұл жерден кет деп. Фатима амалсыздан кетіп қалады. Арда Сумруға келіп Мәртті бір күнге сұрап алып кетеді. Біз оны сағындық, біздің үйде бүгін қонсын, ертең қайтадан әкеліп тастаймын дейді. Табиғат аясына демалуға шығып, барлығы Азраға тосынсый жасайды. Ол жерге Мәртті де әкелген екен. Бірақ Мәрт Азраға қарамайды. Мәрт Азраға ренжіп қалған. Табиғат аясында демалу Мәртке қатты ұнайды. Ол аспанға жапырақтарын шашып, бір кезде жасырынбашақ ойынын ойнаған кезде Азраны ұстап алады. Сөйтіп Мәрт Азраны жайлап қолынан, одан кейін шашынан, одан кейін бетінен ұстайды. Барлығы таң қалып қуанады. Мәрттің ішіндегі Азраға деген өкпе реніш осылай жайлап еріп келе жатқандай еді.